smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it. Сенде ару жоқ, сағындар сығару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған. Барлықтарына сәлем. Бүгінгі видео қашықтықтан оқыту жайлы болады. Олай болса кеттік. Қазір карантин болғандықтан барлығымыз қашықтықтан оқудамыз. Және де көптеген оқушылар қазір мені түсініп отырған шығар. Таңым әдеттегідей басталады, алайда қашықтықтан оқығаннан кейін әрқашан анам телефонының зарядкасы бар ма, толып тұр ма деген сұрақтарды көп қоя бастады. Қашықтықтан оқуға бізге түрлі бағдарламалар көмектеседі. Мысалы, теледидардан Ел-арна және Балапан каналдары, ал ұялы телефоннан немесе компьютерден онлайн мектеп, білім ленд және де дарын онлайн, зум, классрум, тағы да сол сияқты бағдарламалар. Өз басым үй тапсырмасын қоңырау болған сәтте орындай бастаймын, себебі бізге әр сабақтан кейін 10 минуттық қоңырау беріледі. Әр сабақтан берілетін үй тапсырмасы ерекше. Бүгін яғни сәрсенбі, және де бізге барлық сабақтан үй тапсырмасын берді әдеттегідей, және де барлық сабақтан үй тапсырмасын орындап болып, ең соңғы мен орындалатын сабағым ол қазақ тілі. Себебі қазақ тілінде барлық ойымның барлығын ретте жеткізу үшін мен оны ең соңына қалдырамын. Және де қазақ тілінен бүгін ерекше тапсырма берілді. Яғни ол видео түсіру, видеоның тақырыбы ұлтаралық қарулы қақтығыстар. Және де ол мен өзімнің дайындап түсіріп қойған видеомды сіздерге осы видеоның соңында көрсетемін. Ал қазіргі айтарым, қазір бізге көмектесіп жатқан барлық ұстаздарға, барлық әлемнің ұстаздарына алғыс айтқым келеді. Біздің осындай сәтте де білім алуымызды қамтамасыз етіп отырған түрлі телеканалдардың редакторларына, барлығын басқарып отырған адамдарға, және де бізге қазір барлық қолдан келген аямай көмектесіп жатқан ұстаздарымызға, біздің кез келген сұрақтарымызға жауап беріп жатқан ұстаздарымызға, кез келген уақытта жазсақ та жауапты тез қайтаратын ұстаздарымызға алғыс айтқым келеді. Олай болса, мен сіздерге айтқан жұмысымды көрсетейін. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздегі өзекті тақырып қарулы қақтығыстар, яғни ұлтаралық қарулы қақтығыстар. Олай болса, қақтығыс деген сөзге анықтама бере кетейін. Қақтығыс ол әлеуметтік саяси күштердің текетірестері өтетін ерекше жағдай. Қақтығыс сынды ауыр сөзді текетірес, соғыс, жанжал сынды синонимдермен алмастыруға да болады. Әрине, қақтығыс елдер мен ұлттар арасында болатын ауыр жағдай болғандықтан, оның елге әкелер зияны өте көп болады. Ұлтаралық қарулы қақтығыстардың себептері өте көп, олар аз емес. Оларды айта кететін болсам, жер дауы, дін дауы, этникалық құрамға келетін дау, саяси билікке ұмтылушылық, билікті көздеу және де жеке басының қамын ойлау барлығы ұлттық қарулы қақтығыстардың себебі болады. Қазіргі таңдағы қарулы қақтығыстар өтетін жерге ауыссақ, көріп отырғандарыңыздай Израиль және Палестина жерлеріндегі қарулы қақтығыс ең ауыр қарулы қақтығыс болып отыр. Арабтар мен еврейлердің жерге таласы 1947-1948 жылдардан бастап, қазіргі таңда қарулы қақтығыс форматымен жалғасып келеді. Ол қақтығыстың ең басты себептері ол жер дауы және де әскер дауы болып есептелінеді. Отырғандарыңыздай, осы қақтығыстың кесірінен көптеген адамдар зардап шеккен, және де осы адамдардың мұңын кез келген адам түсіне бермейді. Осындай қақтығыстардың кесірінен дискриминацияның одан сайын бекуі және де халықтар арасындағы достыққа зиян тиюі, тағы да сол сияқты мәселелер өте көп қозғалады. Осы ауқымды қақтығыстың нәтижесінде Палестина арабтары Израильдар басып алған жерлерден өздерінің ата қоныстарынан көшуге мәжбүр болған, және де кейбіреулері тіпті ата қоныстарын тастап көшіп кеткен. Солай Мысыр мен батыс елдерінің арасындағы қатынастар шиеленісе түскен. Бүгінге айтарым осы: еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айтпақшы, мен сіздерге ескертуді ұмытып кеттім, мен 9-шы сынып оқушысымын. Және де осы қазақ тілінен берілген тапсырма арқылы мен өзімді келесі қырымнан тани бастадым, және де осындай видео тапсырмалар арқылы, осындай креативтілік таныту керек тапсырмалар арқылы өзімді ары қарай шыңдаймын, және де болашақта осындай тапсырмаларды көптеп күтемін. Егер осы видеоны аса лайк басыңыздар, және де арнаға тіркеліңіздер. Сағындар сығару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қараған.